Қайрат, ақыл, жүрек шөгі өнерлерін айтысып, таласып келіп, ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты: «Ей ғылым, өзің білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмілетке жетпейтұғынын. Әуелі өзіңді білуге, ерінбей, жалықпай үйрену керек. Бұл менің ісім. Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей, жалықпай, орнына келтірмекте менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, абыйыр, мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз болымсыз нәрсеге үйір қылмай, бойды таза сақтайтұғын. Күнәкарліктен, көрсе қызар жеңілдіктен, нәпсі шайтанның азғыруынан құтқаратұғын. Адасқан жолға бар жатқан бойда қайта жиғызып алатұғын мен емес пе? Осы екеуі маған қалай таласады?» депті. Ақыл айтыпты: «Не дүниеге, не ақиретке, не пайдалы болса, не залалды болса, білетұғым мен. Сенің сөзіңді ұғатұғым мен. Менсіз пайданы іздей алмайды екен, залалдан қаша алмайды екен, ғылымды ұғып үйрен алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласады? Менсіз өздері неге жарайды?» депті. Сонан соң жүрек айтыпты: «Мен адамның денесінің патшасымын. Қан менен тарайды, жан менде мекен қылады. Менсіз тіршілік жоқ. Жұмсақ төсекте, жылы үйде тамақ жоқ жатқан кісіге, төсексіз кедейдің, тоңып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың күй жайы қандай болып жатыр екен деп ойлатып, жанын ашытып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбекшітетұғым мен. Үлкеннен ұят сақтап, кішіге рақым қылдыратын да мен. Бірақ мені таза сақтай алмайды, ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын алаламайым. Жақсылыққа елжіреп, еритұғын мен. Жаманшылықтан жиреніп, тулап кететұғын мен. Әділет, нысап, ұят, рақым, мейірбаншылық дейтұғын нәрселердің бәрі де менен шығады. Менсіз олардың көрген күні не? Осы екеуі маған қалай таласады?» депті. Сонда ғылым үшеуінің сөзін тыңдап болып айтыпты: «Ей Қайрат, сенің айтқаныңның бәрі де рас. Ол айтқандарыңнан басқа көп өнерлеріңнің бары рас. Сенсіз болмайтұғын рас. Бірақ қаруыңа қарай қаттылығың да мол, пайдаң да мол, залалың да мол. Кейде жақсылықты берік ұстап, кейде жамандықты берік ұстап кетесің. Соның жаман» депті. «Ей ақыл, ақыл, сенің айтқандарыңның бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсе табылмайтұғын да рас. Жаратқан тәңірінде сен танытасың. Жаралған екі дүниенің жайында сен білесің. Бірақ сонымен тұрмайсың. Амал да, айла да бәрі сенен шығады. Жақсының, жаманның екеуінің де сүйенгені сен. Екеуінің де іздегенін тауып беріп жүрсің. Ей, соның жаман» депті. «Сенің шөңді басыңды қоспақ менің ісім» депті. Бірақ сонда билеуші, әмірші жүрек болса жарайды. Ақыл сенің қырың көп, жүрек сенің ол көп қырыңа жүрмейді. Жақсылық айтқанына жаны, діні құмар болады. Көмбек түгіл қуанады. Жаманшылық айтқаныңа ермейді. Ермек түгіл жиреніп, үйден қуып шығарады. Қайрат, сенің қаруың көп, күшің мол. Сенің де еріңе жібермейді. Орынды іске күшіңді аятпайды. Орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы үшеуің басыңды қос, бәрің жүрекке билет деп ұқтырып, айтқан айтушының аты ғылым екен. Осы үшеуінің біргісі де менің айтқанымдай табылсаңдар, табанның топырағы көзге сүртерлік қасиетті адам сол. Үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда, қалпыңды таза сақта.
Құдай тағала қалпыңа әрдайым қарайды деп, кітаптың айтқаны осы депті.